Барлығыңызға сәлем достар. Бүгінгі видеода қызықты деректер каналы сіздерге жер бетіндегі ең үлкен жануар піл туралы деректерді ұсынады. Видеоны қарамас бұрын міндетті түрде каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Осылайша сіз қазақ тілді контенттің дамуына өз үлесіңізді қосасыз. Пілдер бүгінгі жер бетіндегі жануарлардың ішіндегі ең үлкені. Олардың денесінің ұзындығы 6 метрден басталып 7,5 метрге дейін, ал орташа салмағы 5 тоннаға дейін жетеді. Әлемдегі ең үлкен піл 1956 жылы Анголада тіркелген. Оның салмағы шамамен 11 тонна, биіктігі 4 метрге дейін жетеді. Ерте заманда пілдердің 40 түрі болған, ал қазіргі кезде пілдердің 3 түрі белгілі. Олар саванна африкалық піл, африкалық орман пілі және азиялық піл. Азия пілі туралы айта кететін болсам, олардың құлағы және азу сүйегі кішірек, ең кішкентай піл болып табылады. Оның маңдайында томпайған 2 түйін бар. Олар африкалық пілдерге қарағанда басын анағұрлым тік ұстайды. Африкалық пілдердің 2 түрінің де құлағы үлкен келеді. Дегенмен, орман пілінің құлағы дөңгелектеу, азу сүйегі үлкенірек, маңдайы дөңгеленіп біткен және тұмсығында саусақ тәрізді 2 өсінді бар. Сонымен қатар, орман пілдерінің азу сүйегі төменге қарай қисайған. Әлемде африкалық пілдердің саны 500 мыңға жуық, ал азиялық пілдердің таралуы 35 мың мен 50 мыңның аралығында. Пілдер отбасылы жануарлар. Ұрғашылары үнемі табынмен, яғни үйірмен бірге өмір сүреді. Ал аталық пілдер шамамен 12 жасында табыннан бөлініп кетіп, уақытша бойдақтар табынында өмір сүреді. Олар жетілгеннен кейін жалғыз тіршілік етеді. Ұрғашы піл ұрықтанғаннан кейін жүктілігі 22 айға созылады. Бұл жануарлар арасындағы ең ұзақ жүктілік мерзімі болып табылады. Жаңа туған пілдің салмағы шамамен 120 келіні құрайды. Пілдің балалары соқыр болып туылады. Сондықтан да балалары тұмсығымен анасының құйрығынан ұстап жүреді. Олардың кейбірі тыныштану үшін өз тұмсығын сорады. Жануарлардың арасында тек пілдерде ғана жерлеу рәсімі бар. Егер пілдердің бірі ауырып қалса, өзгелері оған тамаға келіп қолдау білдіреді. Ал өліп қалған жағдайда отбасы біраз уақыт көлемінде оны су мен тамақтың көмегімен тірілтуге тырысады. Оның өлі екенін түсінгенде табында тыныштық орнайды. Әдетте олар аса терең емес қабір қазып, өлген пілді топырақпен және бұтақтармен жабады. Жер бетіндегі миы ең үлкен жануар ол пілдер. Олардың миының салмағы 5 келіні құрайды. Сондықтан оларды үйретуге болады. Пілдер 60 бұйрыққа дейін жаттай алады екен. Сонымен қатар пілдер мұңайып, уайымдап, сағынып, өзге тұқымдастарына көмектесе алады. Сондай-ақ кейбір пілдер музыкаға, сурет салуға қабілетті болады. Пілдердің жүрегінің салмағы 20-30 келіні құрайды және минутына 30 рет соғады. Ересек пілдің құлағының ені 4 метрге дейін жетеді. Олар құлағын табиғи желпуіш ретінде қолданады. Тұмсығында 7,5 литр суды ұстап тұра алады. Ал үйретілген пілдер тұмсығымен сурет салып, түрлі тапсырмаларды орындайды. Пілдің тұмсығында 40 мыңнан аса рецептор бар. Сондықтан олардың иіс сезу қабілеті керемет дамыған. Ересек пілдердің азу сүйегі жылына 18 сантиметрге дейін өседі. Оларды жерді қазу және ауыр заттарды көтеру үшін пайдаланады. Бір қызығы, пілдердің арасында да оңқайлары мен солақайлары болады екен. Себебі олар оң немесе сол жақ азу сүйегімен жұмыс істеуге дағдыланады. Осылайша пілдердің бір азу сүйегі екіншісіне қарағанда тезірек тозатындықтан кішірек болып келеді. Пілдер суда жақсы жүзе алады, алайда олар секіріп қаша алмайды. Олардың жүрісінің 2 ақ түрі бар: жүру және жылдам жүру. Олардың терісінің қалыңдығы 3,5 және 4 сантиметрге дейін жетеді. Әдетте пілдер 50-70 жыл өмір сүреді. Ең кәрі піл Лин Ван Тайванда мекендеген.
Ол 2003 жылы 86 жасында өлді. Бұл піл екінші Қытай-Жапон соғысы кезінде Қытай әскеріне қызмет еткен. Пілдердің есте сақтау қабілеті өте жақсы дамыған. Тіпті өзін азаптаған адамға 10 жылдан кейін кек қайтаруы мүмкін. Пілдер бір-бірімен адамның құлағы қабылдамайтын төмен жиіліктегі дыбыстармен 15 километр қашықтықта сөйлесе алады. Олар бұл дыбыстарды аяқтары арқылы қабылдайды. Кенияда 1973 жылы 30 тамыз күні пілдерді аулауға толықтай тыйым салынған. Себебі пілдердің саны азая бастаған. Сонымен қатар браконьерлердің пілдерді сүйегі үшін өлтіретіндігін айта кеткен жөн. Міне достар, бүгінге сіздерге айтар мәліметтеріміз осымен аяқталды. Сіздерге бүгінгі айтылған мәліметтер қызықты болды деп ойлаймыз. Егер де сізге видео ұнаса, міндетті түрде каналға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыз. Бұл қазақ тілді контенттің дамуына үлес қосу болып табылады.